Hello, my friend. How are you? Видео сабақты көрмес бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыз. Содан кейін видео сабақты соңына дейін көрсеңіз, өте түсінікті болады. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз есімдіктер pronouns. Және оның түрлері, жүктеу есімдігі, тәуелдік есімдігі және өздік есімдіктері. Let's go. Есімдіктер есім сөздердің атын да, белгісін де, санын да атамай, тек нұсқап, меңзеп көрсетеді, және солардың орнына қолданады. Олар мағынасына қарай, атқаратын қызметіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Есімдіктер pronouns, жүктеу есімдігі. Personal, тәуелдік. Possessive, өздік. Reflexive, сілтеу. Demonstrative, сұрау. Interrogative, қатыстық. Relative. Жүктеу есімдіктер. Personal pronouns. Атау септігіндегі жүктеу есімдіктер үнемі бастауыш болады. Ал тәуелдік септігінің есімдіктері тоқтауыш болады. Енді соны сіздерге кесте арқылы түсіндірейін. Бірінші атау септігіндегі, яғни nominative case. I, мен, you, сен, сіз, he, ол, ер адамдарға, she, ол, әйел адамдарға, it, ол адамнан басқа нәрселерге айтылады. We, біз, they, олар. Келесі objective case. Тәуелдік септігінің есімдіктері. Me, маған, мені, you, саған, сізге, him, оған, оны, her, оған, оны, it, оған, оны, us, біздерге, біздерді, them, оларға, оларды. Енді біз мысал келтірейік. He works for them. Ол, олар үшін жұмыс жасайды. He деген бұл жерде атау септігінің жүктеу есімдігі, яғни бастауыш болып тұрады үнемі. Ал them дегеніміз тәуелдік септігінің есімдігі, тоқтауыш болып тұрады. Келесі мысалымыз I know him well. Мен оны жақсы білемін. Бұл жердегі I деп тұрғанымыз атау септігіндегі жүктеу есімдігі. Ал him бұл тәуелдік септігінің есімдігі. Түсінікті ғой, ә? Келесі тәуелдік есімдіктер. Тәуелдік есімдіктер бұл заттың біреуге тәуелді екенін көрсетеді. Яғни кімге тиесілі ол? Менің затым ба, сіздің затыңыз ба, оның заты ма? Бұл whose, яғни кімдікі деген сұраққа жауап береді. Бұл есімдіктердің өзі екі топқа бөлінеді. Сын есім есімдіктер және зат есімді есімдіктер. Бұны да мен сіздерге кесте арқылы түсіндірейін. Бірінші сын есім тәуелдік есімдіктер. My, менің, your, сенің, сіздің, his, оның, her, оның, its, оның, our, біздің, their, олардың. Екінші зат есім тәуелдік есімдіктер. Mine, менікі, yours, сенікі, сіздікі, his, оныкі, hers, оныкі, its, оныкі, ours, біздікі, theirs, олардікі. Тәуелдік сын есімдерін қолданған кезде осы есімдік зат есімнің алдында тұрады. Мысалға, қараңыздар. Your book is over there. Сенің кітабың ана жерде тұр. Бірінші бұл жердегі your дегеніміз біздің сын есім тәуелдік есімдік. Екінші мысалымыз her book is here. Оның кітабы осы жерде. Бұл жерде де her дегеніміз бұл сын есімнің тәуелдік есімдігі. Жаңа айтқандай, тәуелдік сын есімдерін қолданған кезде зат есімнің алдында тұрады дедік. Her біздің тәуелдік сын есіміміз, ал book зат есім. Тәуелдік зат есімдерін қолданған кезде одан кейін зат есім қойылмайды. Себебі сол есімдіктер өздері-ақ зат есімнің қызметін атқарып кетеді. Мысалға, I have broken my pencil. Please give me yours. Мен өз қарындашымды сындырып алдым, маған өзіңдігін берші. Келесі өздік есімдіктер. Өздік есімдіктер жүктеу және тәуелдік есімдіктерден тұрады. Жекеше түрдегі есімдікке self, көпше түрдегі есімдіктерге selves жалғауы жалғанады. Өздік есімдіктерінің құрылымы бірінші жекеше түрде. Myself,
өзіме, өзімді. Yourself, өзіңізге, өзіңізді. Himself, өзіне, өзін. Herself, өзіне, өзін. Itself, өзіне, өзін. Ал көпше түрде ourselves, өзіміз, өзімізге, өзімізді. Yourselves, өздеріңіз, өздеріңе, өздеріңді. Themselves, өздерін, өздері, өздеріне. Мысалға, she spoke about herself. Ол өзі туралы айтты. I faxed the report to him myself. Есепті өзім факс арқылы жібердім. Яғни есеп бұл жерде отчетты өзім факс арқылы жібердім. He painted the room himself. Бөлмені өзі бояды. Бұл жерде мысалдардың барлығы жекеше түрде көрсетілген мысалдар. Достар, бүгінге осы 3 есімдік болады. Келесі жолы қалған 3 есімді сіздерге түсіндіремін. Менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, достар. Сосын сабақтар түсінікті болса, түсінбеген жерлеріңізде болса, пікірге қалдырып жазсаңыздар болады. Менен міндетті түрде кері байланыс болып отырады. Goodbye, my friends. Bye-bye.